Сәлеметсіз бе тастарымыз, бүгін сіздің қандай адам екеніңізді және сіздің өмірдің салаларында не күтіп тұр, соны анық айтып береді. Сіз сезімтал, сезгіш адамсыз деп айтуға болады. Кейбір нәрселерді сезіп қоясыз да, оны бұрып тастайсыз сол нәрселерді. Эмоцияға беріліп те кетесіз, қателіктеріңіз де бар. Бірақ ол қателіктер білместіктен жасалған сіздің негізгі тамадылығыңды нығайта түседі. Бүгінгі күні сіз мүлдем басқа адамсыз. Маңайыңыздағы адамдарға қамқор, былай білетін, дұрыс жолды таңдай алатын, және де адамдарды танитын, бір керемет өмірдің сатылары болады, сол сатысына жеткен адамсыз. Өйткені өмір адамды өзгертеді, кейде түбегейлі, кейде жартылай жаңа проекттер бастайсыз. Енді ана сфераңызға келсе, әрине сіз де тоқтамайсыз, жаңа жолдар, жаңа адамдар, жаңа проектілер күтіп тұр. Енді жауларыңызға келсек, олар сізді айнала қашады, сіз де бірақ тоқтамайсыз, олардың құлағанын көресіз, оларға да оңайшылық беріспейсіз, олар да беріспейді. Эмоциялық ашуыңызды әлі де туғызады. Бірақ бұл эмоциялық ашулар сізге тек қана тәжірибе деп түсінуіңізге болады, өйткені ол сіздің өміріңізге қатты әсер етпейді. Әртүрлі сондай қиын жағдайларда да жарқырап жұлдыздай жеңіспен шыға білесіз. Ешқандай ондай шала-шарпы қиыншылықтар сіз үшін түкке тұрмайтын нәрсе болып айналып қала береді күлге. Ал өзіңіздің жеке өміріңізге келсек, сіз ағайын туысыңызға, балаларыңызға, жақындарыңызға өте қамқор адамсыз. Сол қамқоршылығыңыз тек қана сол ағайын туысқа емес, жан жағыңызға да күн сияқты сәулесін шашады ғой, сол сияқты сізде ол қамқоршылығыңызды шашып отырасыз. Бірақ бұл тәжірибе онша оңай тәжірибе емес, сондықтан өзіңізге де көңіл бөліп, жаңағы денсаулығыңызға көңіл бөліп, жан жарыңызға көңіл бөліп отыруыңыз керек. Ол кісі сізді әрдайым алдыңыздан күтіп алады, жарқырап жұлдыздай қонған бағы деп біледі. Сізді бар қиыншылықтан қорғағысы келеді. Сондықтан